Мехметті ойнады. Көп ұзамай басқа ұсыныстар пайда болды. Кинода Менекше және Халил және Эзель сияқты жобалар пайда болды. Бірақ танымалдылық жас актерға тыйым салынған махаббат мелодрамасы шыққаннан кейін келді. Оның шын жүректен шыққан Бехлюл ойыны Алтын Кокон фестивалінің сыйлығымен марапатталды. Кванчтың серіктесі түрік киносының жұлдызы Бейрен Саат болды. Актер туған елінен тыс жерде де танымал. Актердің қатысуымен түрік телехикаяларын трансляциялау құқығын бір қатар шетелдік арналар сатып алды. Онымен бірге фильмдер әртүрлі тілдерге аударылды. Ресейде актер Курт Сейт пен Александра әскери тарихи драмасының арқасында танылды. Ресей империясында орнатылған жобаның түсірілімі Ресей Федерациясының аумағында өтті. Актер билеушіге адалдық пен империялық билікті құрметтеуге тәрбиеленген патша армиясының офицері Курт Сейттің басты рөлді сомдады. Журналистермен әңгімелесу барысында ол Ресейдің қатал қысқы жағдайында жұмыс істеу керек екенін, температура -30 градусқа дейін төмендегенін мойындады. Өмірге қауіп төндірмеді. Бірақ Кванч құлап жарақат алды, 5 қабырғасын сындырды. Сонымен қатар атқа мінуден қорыққан жоқ. Құлағаннан кейін 2 күн ішінде кейінге қалдырмай ер-тоқымға оралу керек мақсаты тұрды. Одан әрі жұмыс жазатайым оқиғаларсыз өтті. 2016 жылы актер Батыл және әдемі мелодрамалық сериалында басты рөлді сомдады. Онда Джесур есімді жұмбақ жас жігітті бейнеледі. Оның сүйіктісі Сюфанмен махаббат хикаясы Шекспирдің отбасылардың араздығы туралы Ромео мен Джульетта трагедиясын еске түсіреді. Атақты адам қатысқан келесі көрнекті жоба «Кел балам» фильмі болды. Кинода ол жаңадан табылған ұлымен қарым-қатынас орнатуды үйренетін жас ер адамды сомдады. 2018 жылы «Соқтығысу» сериалының көрсетілімі басталды. Онда актер алтын көмелек номинациясына ие болды. С-245 сүңгуір қайығы сериясындағы жұмыс 2 режиссердің қатысуымен жүргізілді. Бұл командаға қолайсыздық тудырмады. Керісінше бұл қызықты тәжірибе болды. Актердің айтуынша процесс 4-ші эпизодтың түсіріліміне толығымен дайын болды. Ал режиссерлар жасаған әлем жобада жетекші рөлдердің бірін ойнай бастады. 2004 жылы Кванч бұрынғы әлем аруы фильміндегі актриса және модель Азра Ақын қызбен танысып, онымен кездесе бастады. Ғашықтар айырылысып, содан кейін қайта қосылды. Таңдаған адамын актер ата-анасымен таныстырды. Ал баспасөзде жақында болатын үйлену тойы туралы қауесет пайда болды. Бірақ соңында олар бір-бірін жіберуге шешім қабылдады. Алғашқы айырылысу кезінде актер әріптесі Седев Авджидің компаниясында пайда бола бастады. Оның романы Менекше және Халил таспасының түсірілім алаңында басталды.